Сәлеметсіздер ме? Мен Есілденова Салтанат Мұратханова, Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Сабақтың тақырыбы формалар. Сабақтың мақсаты форма және оның элементтерінің тектерімен танысу және оларды тәжірибеде қолдану. HTML формалары сайттың ең басты маңызды элементтерінің бірі болып табылады. Формаларда пайдаланушылар енгізген деректерді серверге өңдеуге жіберу үшін пайдаланады. Мысал келтіретін болсақ, ол сайттарға тіркелу, пікірлер жазу, кері байланыс, сұрақтарға жауап беру, дауыс беру, файлдарды жүктеу және форманы тазалау сияқтыларды келтіруге болады. Форма HTML-дің жұптасқан тегтері арқылы құрылады. Яғни форманың басы формамен басталып, аяғы /form-мен аяқталады. Осы екі тегтің ортасында форманың қалған элементтері жайғасады. Форм тегінің бірнеше параметрлері бар. Action, message және target. Action пайдаланушы енгізген деректерді өңдеуге жіберетін файлдың адресі. Message деректерді серверге жіберу әдістерін сипаттайды, яғни екі әдіс get және post. Get арқылы деректер браузердің адрестік тармағында беріледі, ал post арқылы деректер браузердің өз сұранысымен бірге серверге жөнелтіледі және get-ке қарағанда мөлшері көп деректер жібере алады. Target өңделген форманың нәтижесін көрсететін веб-парақша беті браузердің осы терезесін немесе жаңа терезе жүктеле ме соны белгілейді. Оның мәндерінің ішіндегі көп кездесетіні blank және self. Форма элементтері дегеніміз деректерді енгізетін өрістер болып саналады. Олардың көбін input тегі арқылы сипаттайды. Ол тегтің негізгі атрибуттары мынандай: name және type. Name форма элементтерінің аты, өріске жазылған деректерді өңдейтін сервердегі скриптте анықталады. Type формадағы мәтін жазылған өрістің типін білдіреді. Формалардың көптеген түрлері бар. Бірінші типі ол бір тармақты құралған мәтінге арналған өріс. Бір тармақтан тұратын өріс тек бір қатарға мәтін сөздерін енгізуге мүмкіндік береді. Бұл өрісті жасау үшін мынандай синтаксис қолданылады. Input, type, text, параметрлер. Мұнда міндетті түрде параметрлер size, maxLength және value. Size өрісінің мөлшерін білдіреді, maxLength өріске енгізілетін таңбалардың ең үлкен мөлшерін белгілейді, ал value өріске берілетін алғашқы мән. Келесі екінші түрі көп тармақты мәтінге арналған өріс. Бұл форма элементі text array жұптасқан тегтермен сипатталады. Мұндай өрісті жасаудың синтаксисі text array, параметрлер, көп тармақты мәтін, text array. Мысалға келетін болсақ, ол пікір қалдыру. Мұнда параметрлер calls, rows, wrap, readily, disabled. Calls өрісінің мөлшерін белгілейді, rows өрісінің қатарларының саны, wrap өрістегі мәтін симағанда келесі қатарға көшіреді. Readily өрістің мәтіні тек оқылу үшін арналған. Disabled өрісте өзгеріске ешқандай рұқсаты жоқ. Келесі үшінші түрі парольге арналған өріс. Бұл кәдімгі мәтінге арналған өріс, тек қана бір айырмашылығы бар. Ол жазылған мәтін таңбалар жұлдызша арқылы белгіленеді. Бұл өрістің жазылу синтаксисі input, type, password, параметрлер. Келесі батырма. Батырма екі қызмет атқарады. Деректерді серверге жіберу және экран бетіндегі парақша өрістеріндегі таңбаларды өшіру немесе тазалау. Оларды парақша бетінде екі әдіспен жасауға болады. Input және button тегтері арқылы. Осылай сипатталған бұл батырмалар өздігімен еш әрекет жаса алмайды. Сондықтан олардың әрекеті өзіміз жазатын форма
өндегіштегі арқылы жүзеге асырылады. Батырманы input арқылы жасаудың синтаксисі. Input, type, button параметрлер. Мынандай батырма шығады. Егер батырма button арқылы жазатын болсақ, button параметрлер button. Мысалы, мына жерге уже сурет қоя аламыз. Және батырманың name деген параметрі бар және value. Келесі түрі ол ауыстырғыштар. Формада ұсынылған бірнеше мәндердің ішінен тек біреуін таңдау қажет болған жағдайда осы ауыстырғыштар қолданылады. Оның синтаксисі input, type, radio, name аты параметрлер. Name деген жерге бізге керекті аттарды, жалпы тақырыпшаларды жазамыз. Егер де біреуін таңдайтын болсақ, онда checked басылған дегенді параметрлері қосылады. Жалаушалар. Формада ұсынылған бірнеше мәндердің ішінен тек біреуін емес, керісінше бірнешеуін таңдау қажет болған жағдайда жалаушалар қолданылады. Оның синтаксисі input, type, checkbox, name аты параметрлер. Мұнда да атына бізге керекті тақырыпшаларды жазамыз. Checked тағы да алдын ала жалаушаны осы checked арқылы белгілеп, өрістің мәні ретінде ұсыну. Келесі жайылып ашылатын және жазылмалы тізімдерге арналған өріс. Форма бетінде тізімдер әртүрлі болып келеді. Олардың жазылу синтаксисі мынандай. Select параметрлер, option параметрлер, мән 1, option жабылады, келесі option ашылады, мән 2. Жалпы бізге 1-ден 10-ға дейін таңдайтын болсақ, мұнда 1-ден 10-ға дейін сандары ашылады. Келесі ол жайылып жазылмалы тізімдерге арналған өріс. Мұнда Алматы, Астана, Атырау деген қалаларды таңдайтын болсақ, 1-ден бізде 3 көрінеді, 4, солардың ішінен біз таңдай аламыз. Олардың параметрлері көбейді. Select тегінің параметрлері multi-type. Бұл параметр тізімде 1-ден көп, яғни бірнеше мәндер таңдауға болатынын көрсетеді. Name элементін қайталанбайтын бірегей аты. Size бұл тізімнің биіктігін көрсетеді. Object тегінің selected параметрі алдын ала осы тармақтағы мән таңдауға ұсынылады, бірақ сіз оны өзгерте аласыз. Value сервердегі скриптке жіберілетін таңдалған пунктің мәні. Тәжірибеге көшейік. Стандарт HTML бетінің тегтерін жаздым және форум тегін қолдандым. Форум тегін жазған соң, оның қасиеттерін жазамыз. Аты жүніміз. BR және мұнда input қасиетін берсек, текст деп жазамыз. Name бізде first name, себебі біз таңдаған first name. Size деп жазатын болсақ, size сен 40 сақтаймыз, мұнда көреміз. Веб-бетте бізге аты жөніміз және 40 әріптен аспау керек. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.